Бауырлардың араласпай қалуы. Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам пайғамбарымыз бір күні қайтыс болардың алдында жылап тұрған сәт екен. Қызы кіріп келіп, неге жылап отырсың әкешім десе, үмбетімнің халі жылатты деді. Үмбетіңнің халіне неге сонша жылайсың дегенде, бұлар дүниеге беріліп, арзы маған жаман аз қалып кететін дүниенің артынан қуғандықтан, бір бауыр бір ағайын екінші ағайынға кірмей қала ма, бірін көрмей кете ме деген қорқынышым бар деген мәтінде хадис айтқан. Міне қазір біз соның заманының ішінде тұрмыз. Бергенін міндет қылып, бергенін санап, бергенін желкесінен шығарып, бермесе бермегенін айтып, әбден берсе де жетеріне жебірін жеп беріп, сөйтіп әбден қорлап сондай қырышқа жүрген бауырлар. Сондықтан бұл да жаман емес, өйткені сіз көзіңіз ашылады кімнің кім екеніне. Сол үшін айтамыз ғой, істеген жақсылықтың жауабын Құдайдан үміт етсең, онда сіз ренжімейсіз, бауырың бермей қойса. Мысалы сіз өмір бойы 99-100 рет бауырыңызға бересіз де, бір рет бере алмай қаласыз. Бере алмай қалған кезде ана істеген 99-ның бәрі сыпырылып жойылып кетеді, араласпай кетеді. Енді біреу сондай болса, сіз ақылды болыңыз, сөйлесе беріңіз. Мен айтқаным, оған барып аяғына жығылудың керегі жоқ. Яғни бір жіпті үзбеңіз. Сәлем, құшақтап, келініне қарап, сәлем, балалар жақсы ма, амансыз. Осы бір ғана сөз ғой бізді жақындататын. Қалай, балалар жақсы ма, амансың ба, балаң туған күні құтты болсын. Қазір бір-бірінің туған күнін біліп отырып хабарласпайды. Сөйтсе бәрі шетен шариғат білгіш бәрі. Астағфирулла, шариғатта жоқ екен ғой деп. Кеше алкаш арақ ішіп жүргенін ұмытып қалдым ба, наркоман болғаныңды. Бүгін енді туған күнге жабысып. Осылай өздерінше діндар болып қалып, өздерінше жаңағы ана өмірді көріп келгенде прямой тұрып алып тұрып, осыны қою керек. Аяғы бір тұтан бәрібір сенің радикализмің. Сондықтан бәрібір тұрып бере алмайсың соңына дейін. Сондықтан айтпақ болғаным, ағайынмен солай болыңыз. Енді сіз де табаламаңыз. Сондай кезде міне мен айтқам деп күйеуіңізден әйелдерге сіздерге қатысты. Айтқам мен саған жақсылық жасама деп айтқам. Міне сауап болды саған. Ал енді сенің балаң өсіп қалды ғой. Саған бере ме бермей ме көреміз деп. Соны табаламаңыз. Бердіңіз ана үйде ағайындардың ішіне ақша жинайды, мысалы бір тойына, бір қуанышына, бір нәрсесіне, качорник асама әйтеуір нәрсесіне ақша жинайды. Сол кезде енді ол кезде мысалы 20 мыңнан жинаған 10 мыңнан, қазір 10 мыңның кішкене девальвация болып ақшаның кішкене құнсызданған тұстары бар, тамақтың қымбаттағаны бар. Ол кезде бәленбай нәрсе алған. Енді біз той бергенде, сен балаң үйленгенде тағы да 10 мыңнан береді. Ол кезде правда қымбат, да миын жеп, одан бері жерге тықпай қойыңыз. Ештеңе етпейді. Жақсы, Құдай басқа жағынан берекесін берсін. Міне осындай болады. Күйеуіңді қайрап бауырларына, оны барып пышақпен алып төбелесіп, бір-бірімен қырылысқаннан не әбей табасың? Сен не жетті табасың? Сондықтан олай қарабет қылмай-ақ, болмай-ақ қойыңыз, оған болдырмай-ақ қойыңыз. Одан кейін бір жаман жері еркек өз сөзіне тұрамайды көп жағдайда. Сол елдің бәрі тұрса да еркек не деп айтады? Әйелі қайрап берген. Әйелі қайрап берген деп айтады. Қайрап проблема болады.